Здравствуйте, дорогие наши земляки, многоуважаемые читатели библиотеки, коллеги! Поздравляем вас с праздником Единства народов Казахстана! Желаем вам счастья, успехов, здоровья, мира и благополучия! Чтобы поздравить своих земляков, присоединились к нам представители разных национальностей. 1 may ынтымақтың, достықтың, емгектің майрамы құтты болсын. Bir tuğamız деген ырымды оқытырайын. Bir tuğamız құтты болсын, ынтымақтың майрамы, көп ұлттың Тараз ели жайдары, қазақ қырғыз bir tuğamız түйінде, ұлы жолда бірге асыл арманы, жай болыс bir малын айдап бөлішкен, қиын кезде тапқан нанын бөлішкен, таяқ ежен еркелетіп бір-бірін сағынғанда құшақтасып көрішкен, қазақ қырғыз bir өзенден су ішкен, құда сөріп құйрық майын жегіскен, чоң тойларда ақындары жар салып, көкпөрі тартып, балбандары ерішкен. 1 may bayramı halkara birlik bayramı bilan tabriklayman. Sizlarga uzoq umr, baxt, saodat, sihat, salomatlik Allohim nasib etsin. Osmonimiz ochiq, zamonimiz tinch. Islom dinimizga Allohim kuch-quvvat bersin. Kitapxonaning тұрақты оқырманы Оңғарбаева Қолғанат. Келе жатқан 1 мамыр достық бірлік күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Осы мерекеге арнап шығарған өзімнің өлең шумақтарымды тарту етейін. Бірлігіміз жарасқан, мамырда келіп жетті мамырлаған, жастарымыз жалын оттай жалындаған, қиын қыстау заманда көмектесіп, ата-баба аманатын орындаған, келген жанды бауырына басқан елміз, қанға біткен қасиетінен арылмаған. Құтты болсын тағы да мерекеміз, арта берсін әрдайым берекеміз. 100-ден астам ұлттарды біріктірген, ынтымағы жарасқан ел екенбіз. Рахмет. Армысыздар, құрметті жерлестер, қадірменді кітапхана оқырмандары, әріптестер, сіздерді 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлік, ынтымақ күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Туған отанымыз Қазақстанды гүлдендіріп, тұрақтылық пен бейбітшілік мекеніне айналдыру үшін сізге және ұжымыңызға зор денсаулық, таусылмас күш-қуат, мол бақыт, еңбегіңізге жеміс, ұзақ ғұмыр, шаңырақтарыңызға шаттық, құт береке тілейміз. Құрметті жерлестер, мерекелеріңіз құтты болсын.